Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тарихындағы ең бір алмағайып, ең бір сын сағаттарға үңілмекпіз. Ойлап көріңізші, тұтас бір мемлекет ыдыраудың аз-ақ алдында тұр. Ал оның тағдырын бір ғана адам шешеді. Ол халық еңсідей бойлы ер есім деп атап кеткен Есім хан. Сонымен ол хандықты қалай аман алып қалды? Қаны бірге талдап көрейік. 17-ші ғасырдың басы қазақ хандығы үшін нағыз апаттың алдындағы кезең еді. Ел бірнеше майданда бірдей соғысып жатты, ал іштегі алауыздық оны одан сайын әлсіретіп, құрдымға итеріп тұрды. Дәл осындай қиын қыстау заманда тарих сахнасына шыққан бір тұлғаның батыл шешімдері бүкіл елдің тағдырын басқа арнаға бұрды. Алғашқы бөлімге көшейік. Мұраға қалған дағдарыс. 1598 жылы Есім хан таққа отырғанда, ол гүлденген мемлекетті емес, жан-жақтан жау қысып, іште іріп-шіре бастаған хандықты қабылдап алды. Бұл әрине шұғыл әрі батыл әрекетті талап ететін жағдай еді. Жағдайдың қаншалықты күрделі болғанын мұнадан-ақ аңғаруға болады. Оңтүстікте Бұхар хандығы мен стратегиялық маңызы зор Сырдария қалалары үшін 20 жылдан астам уақытқа созылған қанды шайқастар жүріп жатыр. Дәл осы кезде шығыста жаңа аса қауіпті жау, жоңғарлар күшейіп, қазақтың шұрайлы жерлеріне көз тіге бастады. Осы сыртқы қауіптер аз болғандай, іштегі билікке таласқан сұлтандардың өзара тартысы мемлекеттің іргесін одан сайын сөгіп жатты. Енді екінші бөлім. Екі хан, бір тақ. Білесіз бе, көп жағдайда сыртқы жаудан да қатырлы дұшпан іштен шығады. Қазақ хандығында дәл солай болды. Елде қоске хандық дәуірі орнады. Яғни, бір мемлекетте екі билеуші пайда болды. Бұл жағдай мемлекеттіліктің тамырына балта шабуы әбден мүмкін еді. Қарап көріңізші, екі ханның арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Есім хан Түркістанды астана етіп, барлық қазақ руларын бір тудың астына біріктіруді көздеді. Оның басты мақсаты бір тұтас, қуатты, орталықтанған мемлекет құру. Ал екінші жақта Ташкентте ордасын тіккен Тұрсын хан тұр. Ол негізінен қатаған руына сүйеніп, жеке дара тәуелсіз ханды құруды аңсады. Міне осы екі түрлі мақсаттың соңы сөзсіз үлкен қақтығысқа келетін еді. Мене шешу сесетте келді. Тұрсын хан өз атынан ақша соқтырды. Ежелгі замандан келе жатқан дестур бойынша бұл тәуелсіз билеушінің ғана жасайтын әрекеті. Яғни бұл қадам Есім ханның билігін мүлдем мойындамаймын дегенді білдіретін ашық үндеу еді. Бұл ағайын арасындағы қанды соғыстың басталуына түрткі болған ең соңғы тамшы болды. Үшінші бөлім – қатаған қырғыны. Осылайша қазақ тарихындағы ең бір қайғылы, ең бір ауыр оқиғалардың бірі басталды. Бұл енді жай ғана тақ үшін талас емес, тұтас мемлекеттің болашағы үшін болған өмір мен өлім шайқасы еді. 1627 жыл тарихта нағыз драмаға толы жыл ретінде қалды. Есім хан мемлекеттің шығыс шекарасын қауіпті жоңғарлардан қорғау үшін жорыққа аттанғанда, Тұрсын хан бұл сәтті пайдаланып, сатқындыққа барады. Ол Есім ханның жоқтығын пайдаланып, еш қорғансыз қалған Астана Түркістанды басып алады. Алайда Есім хан жауын тас-талқан етіп, жеңіспен оралғаннан кейін бар күшін іштегі жауға, яғни Тұрсын ханның көтерілісін басуға жұмсайды. Бұл текетірестің соңы өте ауыр болды. Тұрсын хан қаза тауып, оған қолдау көрсеткен қатаған руы қатаң жазаға тартылды. Бұл мемлекеттің тұтастығы үшін жасалған өте қатал, бірақ сол заманның шындығы үшін шешуші қадам еді. Дәл осы оқиғадан кейін қазақ хандығындағы жүкшілдікке, сепаратизмге біржола тоқтау салынды. Енді төртінші бөлімге өтеміз. Жеңіс пен бірігу. Ішкі және сыртқы жауларды талқандағандан кейін Есім хан енді мемлекеттің іргетасын қайта қалап, нығайтуға кірісті. Ендігі басты мақсат әскери жеңістерді саяси тұрғыдан бекітіп, мызғымас мемлекет құру еді. Есім ханның қолбасшылық дарынына ешкім күмен келтіре алмайды. Ол оңтүстікте Бұхар хандығын бірнеше рет тізе бүктіріп, сыр бойындағы қалаларды қайтарып алды. Шығыста күшейіп келе жатқан жоңғарларға алғашқылардың бірі болып ойсырата соққы берді. Ең бастысы, Тұрсын ханды жеңіп, ішкі алауыздықты түбірімен жойды да, Түркістанды ресми түрде хандықтың саяси әрі рухани орталығына айналдырды. Бірақ Есім хан тек жау жүрек қолбасшы ғана емес, сонымен бірге көреген саясаткер болған. Ол Есім ханның ескі жолы деп аталып кеткен жаңа заңдар жинағын енгізді. Бұл заңның түпкі мақсаты бытыран қылыққа енді қайтып жол бермеу, ханның билігін орталықтандырып, мемлекетті темірдей тәртіппен нығайту еді. Есім ханның заңы өзіне дейінгі Қасым ханның қасқа жолынан несімен ерекшеленді?
салыстырып көрейік. Егер Қасым ханның заңы негізінен әдет-ғұрыпқа сүйеніп, ру билерінің ықпалын күшейтсе, Есім ханның заңы керісінше бүкіл билікті ханның қолына шоғырландыруды көздеді. Әр ру әскер шығаруға міндеттелді, яғни мемлекеттің қорғаныс қабілеті артты. Сонымен қатар құн төлеу, 7 атаға дейін үйленбеу сияқты маңызды нормалар заңдастырылды. Көріп отырғанымыздай, басты мақсат біреу-ақ — орталықтанған қуатты мемлекет құру. Соңғы бөлім. Мәңгілік мұра. Есім ханның сол кездегі қатал, бірақ стратегиялық тұрғыдан өте дұрыс шешімдер оның есімін тарихта алтын әріптермен қалдырды. Оның артында қалған мұрасы тек әскери жеңістермен емес, ең алдымен нығайған мемлекеттілікпен өлшенеді. Кейінгі ұрпақтың Данагойы Қазыбек бидің айтқан мына бір сөзі Есім ханның тарихи роліне берілген ең әділ баға деуге болады. Бүтін білікке төле жеткен, бүтін хандыққа есім жеткен. Расымен де, ол бытыраңқылықты тоқтатып, біртұтас бүтін хандық құра білді. Есім ханның саясаты мен заңдары қазақ мемлекеттілігінің іргетасын ғасырлар бойы берік ұстап тұруға негіз болды. Оның мемлекеттің тұтастығын бәрінен жоғары қоюы, ішкі жікшілдікке жол бермеуі және билікті бір орталыққа бағындыруға деген ұмтылысы біз үшін, бүгінгі күн үшін де аса маңызды тарихи сабақ. Оның мұрасы бізге мемлекеттілікті сақтап қалудың қаншалықты қиын, бірақ сонымен бірге қаншалықты қасиетті іс екенін әрдайым еске салып тұратын болады.